Африкада құрғақшылық маусымы кезінде саванна нағыз қорқынышты алаңға айналады. Тілсіз жау 60 км сағатына жылдамдықпен айналаның күл талқанын шығарады. Бірақ бұл табиғи апатты жағдайларға бейімделіп, орын алған өртті өз пайдасына пайдаланатын тіршілік иелері де бар. Ұсақ жануарлар мен жәндіктер аман қалудың әрекетін жасап жатқанда, жыртқыш құстар оларды дәл сол жалындаған оттың арасынан аулайды. Ал өлексемен қоректенетін марабу құстары оттан қалған жануарларды жеп айналаны бір тазалап шығады. Азия тауларында мекендейтін мына қар барысында қорқыныш сезімі мүлдем жоқ сияқты. Ол аңшылық кезінде ешқандай тәуекелдерге қарамайды. Қазір оның мақсаты мына қошқарлардың бірін аулау. Көріп отырғандарыңыздай жүрек жұтқан жыртқыш өз құрбанымен бірге биік жартастан құлап түсті. Бұндай биіктен аман қалу екіталай, бірақ қар барысында бәрі дұрыс. Ол өз ісін жалғастыруда. Алайда бұндай әрекет бұл қар барысы үшін өте қауіпті. Себебі ол аман қалғанына қарамастан жарақат алды. Ал өзінің жылдамдығы мен ептілігін пайдаланып, аң аулайтын жыртқыш үшін ауыр жарақаттың соңы өліммен аяқталады. Оңтүстік Америкада мекен ететін мына пума тау барысынан қалсар емес. Олар өздерінен 3 есе ауыр болатын, бойы 2 метр келетін ванако деп аталатын түйелердің туысына аңшылық жасайды. Жыртқыш үшін оларды аулау біраз қиындық тудырады. Ақырында мысық өз дегеніне жеткен соң, аңды 2 шақырымдай жерге сүйреп апаруына тура келеді. Өзінен әлдеқайда үлкен жануарды сүйреу оңай шаруа емес, бірақ ересек мысық оны күтіп отырған аш марғаулар үшін бәрін жасауға дайын болады. Австралия жануарлары туралы айтатын болсақ, бұл елдің басты аңы кенгуруды елемей кетуге болмайды. Олардың қалталарында өзімізге белгілі күшіктері отырады, және оның қаншалықты қауіпсіз екені қызық, әсіресе ұрғашы кенгуруға жыртқыш аңдар шабуыл жасаған жағдайда. Кенгуруларға осыдан 3,5 мың жыл бұрын осы жерге адамдар әкелген динго иттері аңшылық жасайды. Сондықтан кенгурулар өте сақ жануарлар болып келеді. Оларға қандайда бір қауіп төнсе, күшіктері ересектерінің қалтасына жасырына жөнеледі. Динго иттері араларындағы ең баяуына, яғни қалтасында күшігі барына қарай аңшылық жасайды. Ұрғашы аман қалу үшін барынша жоғары жылдамдықта жүгірген кезде, өкінішке орай қалтадағы кішкентай сыртқа қарай құлап кетеді. Демек, кенгурудың қалтасы біз ойлағандай күшіктеріне айтарлықтай қауіпсіз орын бола алмайды екен. Сіз император пингвиндерінің қандай ақылды тәсілмен қыстайтынын көрдіңіз бе? Қатты аяз болған кезде, олар бір-біріне мүмкіндігінше тығызданып сапқа тұрады. Және олар әрқашан қозғалысты болады. Кезекпен ортасына, яғни ең жылы бөлігіне қарай алмасып отырады. Құстарға тезірек әрі біріккен түрде әрекет керек болады. Олар тек солай өздерін және жұмыртқаларын табиғаттың қатал суығынан қорғай алады. Егер араларында кішкене болсын, алшақтық пайда болса, олар үшін қымбат жылулық жоғалады. Бәрі жиналып болған соң, біз осындай қызықты көрініске куә боламыз. Міне, боран соғуда. Термометр бағанасы 0-ден 60 градусқа дейін төмендейді. Топтың сыртында тұрған құстар 150 шақырым сағатына жылдамдықпен келетін желдің соққысын қабылдайды. Осылайша олар топ ішінде жылыну кезегі бар пингвиндерді қорғайды. Содан кейін олар орындарымен ауысады. Намиб шөл даласы жер бетіндегі ең көне шөл дала. Қазір бұл жерде түскі уақыт өте ыстық және кейбір жануарлар ондай кезде құмның арасына жасырынады. Ал мына өрмекші бұл әдісті тек ыстықтан қорғану үшін емес, басқа мақсатта да қолданады. Ол ыстыққа шыдамды болып келеді. Сондықтан құмның беткі қабатына көрпемен жамылғандай жатып, өзіне қарай келетін құрбандарын күтеді. Өкінішке орай құмырсқалардың бірінің жолы болмады. Ол дәл қазір әлгі өрмекші жатқан құмның үстін басып қалды. Демек, ол бүгін өрмекшінің түскі асына айналады.
Оңтүстік шығыс Азияда орналасқан Меконг өзенінде оттегі тапшы, бірақ бұл мәселеге өте жақсы бейімделген бір тіршілік иесі бар. Сиамдық әтеш балығының еркегі жоғарыдан ауа жұтып, су ішінде осындай көптеген көпіршіктер жасайды. Бұл оны жұптасан уақыт кезде күн сайын тоқтаусыз құрастыратын болады. Жақын жерде ұрғашысы жұмыс барысын бақылап жүреді. Бәрі дайын болған соң екеуі жақындасып, ұрғашы балық уылдырықтарын шашады. Ал еркегі төгілген уылдырықтарды ұрықтандыратын болады. Бұл процесс аяқталғаннан кейін ересек балықтар оларды ақырын жинап, әлгі көпіршіктердің ішіне бірінен соң бірін үрлеп жайғастырады. Бұл оттегі жетіспейтін өзенде болашақ балықтар осындай көпіршіктердің ішінде даму үшін жеткілікті оттегі алады. Солтүстік Американың Тынық мұхиты жағалауында қоңыр балдырлар өте көп, жүздеген шақырымға созылған, биіктіктері 60 метрге жетеді. Бұл суларда тіршілік иелері арасында аумақ пен қоры үшін үлкен күрес жүреді. Әсіресе мына Гарибальди балығы өз аумағын көптеген кіші жануарлардан тазалап қорғауына тура келеді. Одан басқа ешкім бұл балдырларды жемеу үшін бұл балық нағыз фермер сияқты тынымсыз еңбек етеді. Ол барлық зиянкестермен олардың саны мен өлшеміне қарамастан күресу керек. Олардың ішіндегі ең беймазасы және қауіптісі теңіз кірпілері. Олар теңіз балдырларын толығымен жеп тастауы мүмкін. Кірпілердің көптігі сонша балық олармен күні-түні күреседі, бірақ айналаны қанша тазаласа да, олар аш шегірткелер сияқты қаптап, өз жолында бәрін жейді. Нәтижесінде балдырға толы жер тақыр далаға айналады. Әлгі балық өзіне жаңа қоныс табуына тура келеді. Жаңа Зеландияның аралдарының бірінде нақтырақ айтқанда, Уайт Айленд аралында түскі уақыт өте ыстық болады, және бұндай аптап ыстықтан мына құстар зардап шегеді. Құстардың ұяларына салқын теңіз өте жақын болғанымен олардың балапандары әлі ұша алмайды. Дегенмен ересек құстар бұл мәселені керемет әдіс арқылы шешеді. Олар теңіз түбіне сүңгі бол жақтан балдырларды жинап келеді. Сосын оны ыстықтап жатқан балапандардың үстіне басады. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.